Келесте алғаш рет аудандық мұражай ашылды. Мәдениет үйі жанынан халыққа есігін айқара ашқан жәдігерлер мекенінің ашылу салтанатына Түркістан облыстық тарихи-өлкетану мұражайының мамандары, Сарыағаш аудандық мұражай қызметкерлері, сондай-ақ мәдениет майталмандары қатысты. Жүрек жарды тілектерге толы шара жайын әріптесім баяндасын. Еліміздің тарихын дәріптейтін көне жәдігерлерді болашақ ұрпаққа табыстау, құнды бұйымдарды сақтау мақсатында Әшірәлі Кенжеев атындағы мәдениет үйі жанындағы музейдің ашылу салтанатына Ахмет Жұмабеков бастаған партия мүшелері де қатысты. Алғаш боп сөз алған филиал төрағасы бүгінгі салтанатпен құттықтап, мұражайдың дамуына көп қолдау қажет екенін тілге тиек етті. Тарих бұл жазба дүниелер, оны оқып, мейман қабылдаймыз. Ал енді тірі жәдігерлер тарихта өзгеріп бағалаймыз. Сол біздің мұражайымыз тірі жәдігерлермен толықтыра берсін, толыға берсін. Мен айтарым, осы ауданның көпшілік үйінде сол өздерінің сақтап қойған жәдігер дүниелері көп. Соны осы біздің аудандық ашылып жатқан мұражайға әкеліп тапсырып жатса, ол біздің келешек ұрпаққа үлкен құнды дүние болады деп ойлаймын. Облыстық тарихи-өлкетану мұражайының өкілдері музейдің тарихты дәріптеудегі маңыздылығына тоқталды. Көне жәдігерлердің санын көбейтуге үлес қосуға шақырды. Қазір өте дамып кетті еліміз. Шыны ыдыспен тамақ ішіп, жақсы фабричный киімдерді киіп жүр. Ал біздің ата-бабамыздың осы дәуірге қалай жетті, қалай қадам басты, оны айтамыз, біз сабақта айтып келе жатырмыз. Әрбір тарих сабағында түсіндіреміз. Бірақ оқушыларды жинап, кішкентай балаларды жинап, сол мұражайға әкеліп таныстыру, оларға көрсету, олардың патриоттық сезімдерін ашу біз үшін үлкен жұмыс болып есептелінеді. Ал Сарыағаш аудандық тарихи-өлкетану мұражайының меңгерушісі Гүлжан Шегебаева Келес ауданындағы алғашқы мұражайдың негізін қалаушы, әрі меңгерушісі Гүлбахрам Молдабаеваның еңбегін жоғары бағалайтынын айтты. 5 жылға жуық уақытты дәл осы музейдегі көне заттардың жиналуына Молдабаеваның өзі мұрындық болғанын жеткізді. Халық театрыны еңбегі сіңіп 45 жылдан аса мен өзім Гүлапайды білгелі, осы ауданда, Сарыағаш ауданында келгелі білетінім. Осы мәдениетке еңбегі сіңген нағыз қайраткер дедім. Өйткені зейнетке шықса да, ол кісі тынбай әлі де ауылдағы бүткіл жәдігерлер дегеніміз ол әрбір адамзаттың еңбек еткендегі ұсталған тұтылған заттары. Өткен ғасырға көз жүгіртіп, өткен ғасырды сақтап қалу, оның да өскелең ұрпаққа көрсетіп, ата-бабамыз осындай кезеңдерден өтті деп көрсететіндей дәрежеге жететін жәдігерлерді жинақтау сізге оңай болған жоқ. Әлі де мәдениетке еңбек сіңіріп, 100-ден асыңыз, сіздің еңбегіңіз әрқашан жетесін. Бұл сіздің бастамаңызды халық қолдайды деп ойлаймын. Себебі ол музейді құру, оны жасау, оны біртіндеп үй жүріп, әрбір азаматтың еңбегін зерттеп шығу оңай емес. Шара кезінде сөз тізгінін алған Жангелді Мырзалиев ұлттық құндылықтарымызды ұлықтайтын мұралар мекенінің әрі қарай дамуына барынша атсалысуға шақырды. Қолдау көрсетіп келген қонақтарға алғыс білдірді. Болашаққа сәл көмегі болу үшін бұндай игі істейтін болса, әжептәуір жетістікке жетеді дегенбіз. Үлкенге қарап үйренетін, Гүлапай сіздің барыңызға рахмет. Сіздің нағыз мынау ғимараты да жоқ бұл кісінің. Жоқ, рас, ғимарат салынады десе де салынғанын күтпестен, мәдениет үйінің бір шетінен өзі байқасаңыздар, мынаны жаптырып осы жердегі жігіттер отыр, шетте отыр, тығылып отырған ол халыққа көрінбей қойып, еңбегімізді Гүлапай сыйлық деп отыр. Осы жерден өзінің дүниесін жинап, әрбір осында отырған азаматтардың ата-анасы ұстаған, ата-бабасы ұстаған дүниені жинап отырсыз. Жеттіңіз арманыңызға. Қанша қиыншылықпен келді бұл дүние. Келес аудандық тарихи-өлкетану мұражайының негізін қалаушы Гүлбахрам Молдабаева құттықтап келген. Қолдау білдірген қонақтарға рахметін айтты. Айтып өтсек, қазіргі таңда музейде 170 жәдігер сақталған. Оның ең көнесіне 2 ғасыр болған.
осы 5 жыл бойы жинаған дүнием еді. Құда қаласа болашақта елге сондай бір жақсылық қалдырсам, болашаққа ұрпақ білсін, қазақтың салт дәстүрін білсін, тілін білсін, дінін білсін, осындай ата бабамыздың ұстаған заттары бар екен, соныменен мінекей елді баққан екен деп бағана айтып жатырмыз ғой. Соның бәрін жинақ осы елге Құдайға шүкір көрсеттім дегеніме. Болашақта бұл мен тоқтамаймын. Жаңа айттым ғой, жүрегім дүрсілдеп тұрған кезде мен қызметке дайынмын. Бұдан да көркейтіп үлкен музей ашылуға атсалысамын. Өз ісіне адалдығын тағы бір дәлелдеген Гүлбахра Молдабаева көптің алғысына бөленді. Келген қонақтар мұражайдағы жәдігерлермен танысып, музейдің одан әрі көркеюіне үлес қосамыз деп уағдаласты. Айгерім Айтбаева, Сағындық Ислам, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.